Баршаңызға сәлем, сұлу да сымбатты қыз келіншектер. Бүгін біз сіздермен осындай өте жұмсақ, өте дәмді және қолжетімді ингредиенттерден пирог немесе бисквит дайындайтын боламыз. Ол үшін біз 3 жұмыртқамызды ыдысқа жарып салып, миксермен жақсылап шайқаймыз. Миксермен шайқап жатқанда 1 стакан қантты қосамыз. Осындай 1 стакан алып алсаңыздар болады. Осымен қантты саламыз. Артынан 1 стакан сүт құямыз. Одан кейін 1 стакан сұйық майды қосып, жақсылап 1 келгі масса шыққанша араластырамыз. Одан кейін ұнға 1,5 шай қасық разрыхлительді қосып, осы електің ішінде жақсылап араластырып аламыз. Оны біздің сұйық массаға қосып, миксерді бөліп миксерлейміз, өйткені біздің ұнымыз шашырап кетуі мүмкін. 1 келгі масса шыққанша миксермен жақсылап шайқаймыз. Және де массамыз дайын болған соң грецкий орех қостым мен. Сіздер мүйіз қоссаңыздар да, шоколадты бөліп қоссаңыздар да, не қоссаңыздар да өздеріңіз білесіздер. Тіпті қоспасаңыздар да болады. Табамызға пергамент қағазын төсеп, біздің массамызды табаға құямыз. Бетін фольга қағазымен жауып, алғашында 20 минут фольгамен пісіреміз. Одан кейін фольганы алып, тағы да 20 минут пісіретін боламыз. Піскен шпажка таяғымен немесе сіріңкемен тексеріп аламыз. Шпажканы таққан кезде құрғақ болып шығу керек. Және фольга бізге беті тегіс көтерілу үшін керек. Сіздермен бірге болған Таңшолпан. Осы рецептпен сіздерге дайындап көруге өте қатты кеңес беремін. Ас болсын, сау болыңыздар.